Сәлем достар, есімім Батыралиев Ернар. Менімен алғашқы сабақтан кейін жақсы таныс болдыңыздар деп ойлаймын. Сіздерді Instagram арқылы ақша табу атты онлайн марафонның екінші сабағында көргеніме қуаныштымын. Жалпы бұл онлайн марафонға қатысып, білімге, дамуға қызығушылық танытып жатқан адамдардың көп болғанына қуаныштымын. Сіздер бірінші сабақтан кейін жоғары табыс табатындар мен төмен табыс табатындардың басты айырмашылықтарын білдіңіздер. Және де Instagram арқылы қалай ақша табуға болатынын да білдіңіздер. Ал бүгін біз одан да Instagram парақшаларды практикалық түрде қалай жүргізу керектігі туралы, Instagramда жаңа өнімге запускты қалай жасау керектігі туралы және мықты Instagram маманына қалай айналуға болатыны туралы үйренетін боламыз. Сонымен қатар бұл сабақта тек өзіміз қолданатын методика бойынша парақшаларды дамыту және де айына 100-200 теңгелік табысқа шығуға болатын бір айлық жоспарды жасайтын боламыз. Ал сабақтың соңында желтоқсан айында басталатын Салам Instagram онлайн курсына бір орын ойнататын конкурс жасаймын. Сондықтан видео сабақты соңына дейін мұқият қарап шығыңыз. Мен Instagram маманы болып, енді карьерамды бастап жатқанда, маған қандай жаңа мүмкіндіктер туындап тұрғанын білмеген едім. Бұл мүмкіндіктер тек табыс жағынан емес, жеке өмір, карьера, орта, жұмыс орны жағынан да туындады. Себебі мен өзім қалаған уақытта, қалаған жерден онлайн жұмыс жасай алатын едім. Ал енді Instagram маманы болудың артықшылықтарын айта кетейін. Біріншісі, сіздің ортаңыз үнемі дамып отырады. Сіздің ортаңыздың табысыңыз бен өміріңіздің сапасына әсері жайлы айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оны сіз айтпасам да білесіз. Егер де сіз Instagram маманы болсаңыз, сіз жеке бизнесі бар кәсіпкерлермен немесе маркетинг бөлімінің басшыларымен тығыз жұмыс жасайтын боласыз. Сіз ол кісілермен күнде байланыста боласыз, бірге жұмыстарды талқылайсыз, жаңа идеяларды жүзеге асырасыз. Уақыт өте келе, сіз сол кәсіпкерлер сияқты ойлай бастайсыз. Сізде жаңа ойлау образы қалыптаса бастайды, ал жаңа ойлар жаңа табысты алып келеді. Сіз осы ортада дамисыз, пісесіз, шыңдаласыз. Өзіңізде жоқ қасиеттерді сізге қарағанда тәжірибелі адамдармен тығыз жұмыс жасай отырып жинақтай аласыз. Келесі артықшылығы медиа тұлғалар мен блогерлерге шыға аласыз. Instagram маманы болып, сіз өзіңіз жақсы көретін медиа тұлғалармен немесе блогерлермен байланыс ұйымдастыра аласыз. Сол кісілермен араласып, жаңа таныстықтар ұйымдастыра аласыз. Бұл тақырыпта қорытындыласақ, Instagram маманы болу арқылы сіз өзіңіздің құндылығыңызды қалыптастырасыз. Яғни, сіз адамдардың проблемаларын шешіп бере аласыз. Демек, сіздің бір құндылығыңыз бар. Сізді достарыңыз жарнамалап, кәсіпкерлер бір-біріне сіз туралы жақсы пікірлер айтып, сіздің табысыңызға әсер етеді. Есіңізде болсын, сіздің табысыңыз сіздің қаншалықты құнды маман екендігіңізді көрсетеді. Ал енді достар, біз Instagram парақшаны жүргізудің негізгі кезеңдеріне тоқталамыз. Көптеген Instagram мамандары бір парақшаны алып, жұмысты бастаған кезде бір қателікті жібереді. Бұл қателік дұрыс анализ жұмыс жасамау. Содан кейін ол Instagram маманы аудиторияға қызық емес контент посттар жұмыс бастайды. Парақшада ешқандай мағына жоқ, оқырмандарға беретін құндылығы жоқ. Бұл парақша басқа конкуренттердің парақшасынан еш айырмашылық жоқ. Қызықсыз парақшаға айналады. Нәтижесінде парақша арқылы ешқандай заявка келмейді. Клиенттің көңілі қалған, ал Instagram маманы не істерін білмей жүреді. Instagram маманының басты міндеті жарнамаға деп бөлінген минималды бюджетті дұрыс қолданып, Instagram арқылы жаңа клиенттерді алып келу. Қазір сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Көп тапсырыс, көп подписчик алып келу үшін бір күрделі әрленген, күшті сапалы видеолары бар парақша жасау керек деп. Жоқ, клиентке керегі әдемілік емес, оған керегі нәтиже. Ал нәтижеге қалай жету керектігі ол сіздің тапсырмаңыз. Дизайнерлер, копирайтерлер ақшаны нәтиже үшін емес, жұмыс көлемі үшін алады. Ал Instagram маманы нәтиже үшін ақшасына алады. Жұмысты бастаудың бірінші кезеңі бұл парақшаның саласына анализ жасайсыз. Жоғары нәтиже беретін парақша болу үшін ең алдымен өзіңіз жүргізіп жатқан парақшаның саласына толыққанда анализ жасаңыз. Бұл салада бар бәсекелестерді зерттеңіз. Бәсекелестерді зерттеген кезде өзіңіз үшін артықшылықтары мен кемшіліктерін белгілеп отырыңыз.
Келесі кезең бұл аудиторияны анықтау. Сіздің жүргізіп жатқан парақшаңызға қандай адамдар кіреді? Студенттер ме, әлде үйде отырған аналар ма, ерлер ме, әйелдер ме, қай қаладан, қай уақытта жиі кіреді? Осы сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Осы негізгі анализді жасағаннан кейін парақша саласын зерттеуге кірісіңіз. Мысалы, егерде сіз ерлер аяқ киім дүкенінің Instagram парақшасын жүргізіп жатсаңыз, Google'дан, YouTube'дан ерлер аяқ киім туралы ақпараттар жинаңыз. Термин сөздерді жаттап алыңыз. Сол кезде ғана сіз парақшаны жаңа деңгейге көтере аласыз. Көптеген Instagram мамандары осы пункттерді орындамағаннан кейін парақшадан тапсырыс алып келе алмай жатады. Нәтижесінде клиенттерде Instagram арқылы жұмыс жасау тиімсіз. Интернетте жарнама жүрмейді деген шешімге келеді. Анализ кезеңі түсінікті болды деп ойлаймын. Әрі қарай біз клиентпен сұхбат жасаймыз. Клиентпен сұхбат кезінде қарапайым сұрақтар қойылмауы тиіс. Сіз клиенттің бизнесі жайлы және клиенттің өзі жайлы қызықты және нәтижеге әсер ететін әртүрлі ақпараттарды алуларыңыз керек. Клиентпен сұхбатты клиентпен 3D кездесіп немесе видеозвонок арқылы жасауыңызға болады. Сұхбат барысында клиентке өте көп сұрақтар қойыңыз. Себебі бұл сала туралы айтылған әрбір ақпарат соңғы нәтижеге әсер етеді. 1-2 сағаттық сұхбаттан кейін сіз бұл парақшаның саласы не туралы екені, ол парақшаны иесінің немен айналысатыны жайлы толық ақпараттанған боласыз. Ал егерде сұхбат пен анализге үлгермеймін десеңіз, өзіңізге көмекші алсаңыз болады. Немесе өзіңіз басқа компанияға көмекші ретінде қызметке орналассаңыз болады. Аналитиктер қазір бір жоба үшін кем дегенде 50 мың теңге алады. Анализ бен сұхбат бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кезең парақшаны жүргізіп бастау. Бұл кезде сіз алдымен парақшаны әрлеп аласыз. Көп адамдар бұны қиын жұмыс деп санайды, бірақ бұл ең оңай кезең. Одан кейін әртүрлі тақырыптардағы бірнеше қызықты посттар саласыз. Историяға әртүрлі ойындар, сауалнамалар ұйымдастырасыз. Сосын парақшаға жарнама жасайсыз. Келген жаңа оқырмандармен комментарийде, тікелей эфирде, стористе, дайректте жақын сөйлесіп, алғашқы сатылымдарыңызды жасайсыз. Міне, бұл жұмысты жасау өте қарапайым әрі оп-оңай. Ал сіз осындай жұмыстан айына 3 немесе одан көбін жасап, бір парақшадан кем дегенде 50 мың теңге табыс таба аласыз. Сонымен біз сіздермен Instagram парақшаны жүргізу бойынша жұмыс процесімен таныс болдық. Сіздерге процесс түсінікті болды деп ойлаймын. Мына маңызды ережені жаттап алыңыздар. Клиент ұзақ істелген жұмысқа емес, нәтижелі болған жұмысқа ақша төлейді. Тек қана нәтижеге жұмыс жасаймыз. Сіз бірнеше ай жұмыс істеп нәтиже бермесеңіз, клиент те сізге ақшасын бермейді. Instagram парақшаларды жүргізу арқылы айына 100 мың теңгелік табысқа шығудың қадам-қадамымен жоспарын қарастырайық. Біріншісі, осы саладан білім жинап, методологияны меңгеру, қалай клиенттерді табу керек, қалай сұхбаттар жүргізу керек, қалай парақшаны жарнамаға дұрыс жіберу керек. Әзірге сізде ондай білім жоқ. Біз бұл сұрақтардың жауабын желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсында толықтай айтып беретін боламыз. Келесі қадам осы саладағы ортаны қалыптастыру. Менің қазіргі ортам осы салада жұмыс жасап істейтін адамдар. Олар менің бәсекелестерім емес, олар менің достарым, әріптестерім. Біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, соңғы болып жатқан Instagram трендтерін талқылап, бірге дамып отырамыз. Егерде сіздің ортаңызда осындай мамандар болса, сізге профессионал ретінде тез өсу мүмкіндігі бар. Мысалы, мен достарымды нетворкинг, ораторлық өнер туралы консультация берсем, олар маған копирайтинг, идеялар бойынша кеңестерін беріп отырады. Нәтижесінде біз бәріміз жан-жақты дамимыз. Егер сіз осы салаға алғашқы қадам жасап жатсаңыз, және де білмейтін сұрақтарыңыз болса, сіз общий чат ашып, сұрағыңызды сол жаққа қойсаңыз болады. Сізге бірден жауап беріп, көмектесіп отырады. Үшінші қадам практикалық тәжірибе жинау. Жұмысыңыздың басыңызда өзіңіздің тәжірибеңіз үшін таныстарыңыздың немесе өзіңіз ашқан парақшаны жүргізіп бастаңыз. Бұл кезеңде сізге алған білімдеріңізді практика жүзінде қолдану маңызды. Қателіктер жасап қоямын деп ешқашан қорықпаңыздар. Бұл сіздің үлкен карьераңыздың ең бас жағы. Қателіктерді бәрі жасайды. Ең бастысы сізде тәжірибе жинақталады. Төртінші қадам портфолио жасау. Енді сіз парақшаларды жүргізіп жүрсіз, сізге жаңа клиенттер тарту үшін жақсы портфолио керек. Портфолио деген сіздің жасаған жұмыстарыңыздың жинағы ретінде жүретін құжат.
оны сіз келесі клиенттеріңізге көрсете аласыз. Жақсы портфолио жасау үшін за отзыв жұмыс істесеңіз болады. Мысалы, сіз клиентке Instagram парақшасын тегін жүргізіп бересіз, ал ол кісі сізге жақсы отзыв, яғни пікір жазып береді. Сіздің парақшаларыңызды жақсы пікірге жүргізіп бере аламын деп айтыңыз. Клиент келсе, сіз парақшаны тегін сапалы деңгейде жүргізіп, Instagram арқылы сатылымдар жасайсыз. Ал клиент сізге сіздің жұмысыңыз жөнінде жақсы пікір қалдырады. Осылайша сіз өзіңіздің портфолионызды жинақтайсыз. 5-ші қадам аз ғана ақшаға алғашқы жобаларды жасап бастау. Енді сізде білім бар, жүргізген парақшаларыңыз бар, тәжірибе алмасатын ортаңыз бар, клиенттерден алған жақсы пікірлеріңіз бар. Енді сізге аз ақшадан бастап парақшаларды жүргізу керек. Алғашында бұл 25-35 мың теңге көлемінде болуы мүмкін. Бұл тек бір ғана парақша. Осы алғашқы жобаңызды жоғары деңгейде нәтижелі жасасаңыз, клиенттен ақшаңызды көтеруді сұрауыңызға болады. Клиент сіздің ақшаңызды көтеріп, достарына сізді рекомендовать етуі мүмкін. Сондай-ақ сіз тағы бір парақша алып жүргізесіз. Осылайша 2-3 аптада сіз жоғары табыс деңгейіне шыға аласыз. Сіздің қызметіңізді алатын клиенттерді қайдан және қалай табуға болатынын біз келесі сабақта айтамыз. 6-ші қадам жұмыстарыңызды барлығына көрсетіп қымбатқа сату. Ал енді барлық адамдарға өзіңіздің немен айналысып жүргеніңізді ұялмай көрсетіп, өзіңіздің қызметіңізді қымбатқа сата аласыз. Себебі сізде бірнеше жасалған жобалары бар және тәжірибеңіз де жеткілікті болды. Өзіңізді клиентке қалай сату керектігі туралы алдағы видео сабақтарда толық айтатын болайымыз. Осылайша сіз өзіңіздің алғашқы 80 мың, 100 мың теңгеңізді тауып аласыз. 7-ші қадам, сіздің нағыз табысты жолыңыз енді басталды. Сіздің деңгейіңіз өсіп, тәжірибеңіз жиналды. Енді сіз өзіңіздің келесі клиентіңізге қызметіңізді бағасын 300 мың теңгеге сатсаңыз болады. Әрі қарай сізде үлкен кейстер болады. Жеке брендіңізді қалыптастырып, сапалы нәтижеге жұмыс істеп, репутацияңызды қалыптастырсаңыз болады. Одан кейін өзіңіздің біліміңіз бен тәжірибеңіз жеткілікті болғанын сезінесіз. Команда жасақтап, тапсырмаларды команда мүшелеріне бөліп берсеңіз де болады. Ал сіз өзіңіздің проценттеріңізді алып, қалған ақшаны команда арасында бөлсеңіз де болады. Енді сіздің жұмысыңыз эффективті бола бастайды. Бұл маркетинг саласында дамудың ең қарапайым әрі тексерілген жолы. Кейбір адамдарға бұл жолды жүріп шығу үшін 2-3 апта жеткілікті. Ал кейбір адамдарға 1-2 ай кетеді. Бірақ бұл барлығы жүріп өте алатын жол. Біз бүгінгі сабақта айына 100 немесе одан да көп табыс деңгейіне шығу жолдарын және Instagram парақшамен жұмыс істеу кезеңдерін талқыладық. Келесі сабақта біз өзіңізді сатуды, алғашқы клиенттерді табуды үйренетін боламыз. Бұл нәрсені сізге ешбір жерде тегін үйретпейді. Келесі сабақта біз өзіңізге қызықты жобалармен жұмыс істеуді, өзіңізді клиентке қымбатқа сатуды, клиентпен қалай дұрыс келісу керектігі туралы айтатын боламыз. Ал енді конкурс басты сыйлық Салам Instagram курсына тегін жолдама беріледі. Конкурс шарттары комментарияға бүгінгі сабақтың конспектін жалпы түсінгеніңізді, қандай жаңа ойлар мен идеялар түйдіңіз, соны жазыңыз. Ең қызықты креативті комментарий иесі жеңімпаз атанады. Алдағы уақытта біздің жаңа видео сабағымыз шығатын болады. Өткізіп алмаңыздар. Және де тағы да айтатын достар, осы видеоның астында WhatsApp бөлісу батырмасы бар. Сол батырманы басып, өзіңіздің достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберсеңіздер болады. Бұл тегін болып жатырған марафон, сондықтан ол кісілерді дамысын, тегін осы біздің марафонымызға қатысып, өздерінің білімдерін шыңдасын. Келесі сабақта жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.